Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Айнұр Салбек қызы. Сіздермен бүгін сметанник пирогының рецептін бөлісеміз. Менімен бірге болыңыздар. Бұл пирог жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Үй ішілеріңізге ұнайтынына сенімдімін. Біз ең алдымен бір жұмыртқаға үстіне құмшекер саламыз. Оның үстіне мынандай сұйық еріп тұрған майды құямыз. Енді осының бәрін венчикпен миксермен араластырып аламыз. Оның үстіне разрыхлитель салып аламыз. Сөйтіп оны жұмыртқамыздың үстіне саламыз. Сөйтіп барлығын бірге миксерлейміз. Осымен қыздар, біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қою, қолға жабыспайтын болып шығу керек. Қатты болып қалмау керек бірақтан. Мінекей, бұны енді бетін салфанмен жауып қойсақ та болады. Болмаса тарелкамен жауып, бұны кішкене демалдырамыз. Бұл демалып болғанша біз енді қаймақпен начинкамыз жасаймыз. Қаймақ, әртүрлі қаймақ алсаңыздар болады. Магазиндегі любой қаймақ бола береді. Осыны салып, үстіне құмшекер саламыз. Үстіне құмшекерімізді саламыз. Бұның үстіне 4 жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаларыңыздың көлемі үлкенірек болғаны дұрыс. Егер кішкентай жұмыртқа болса, 5 салсаңыздар да болады. Жақсылап бұны араластырып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Венчикпен, болмаса силиконды күрекшемен араластырсаңыз да болады. Жақсылап араласқаны дұрыс. Үстіне ванилин саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей қыздар, осындай ыдысқа астына пергамент қағазын төсеп, оның үстін майлап, жан-жағын жақсылап майлап, демалған қамырымызды саламыз. Сөйтіп жайып аламыз ішіне. Міне қамырымызды жайып алдық. Шетіне осылайынан шығып тұрғаны дұрыс. Бұның үстіне енді салмамызды саламыз. Асып кетпеу керек осылайынан. Дәл түскені де дұрыс. Бұның үстіне кез келген өздеріңіздің үйде тұрған жемісті салсаңыздар болады. Мен бұл жерге малина саламын. Малина менде қатып тұрған малина, морозильниктегі. Осыны әдемілеп салып шығамын. Өздеріңіздің қалауларыңызша салсаңыздар болады. Құлпынай салсаңыздар болады. Басқа да жемістерді салсаңыздар болады. Енді бұны қызып тұрған пеште, духовкада пісіріп аламыз. Қыздар, пирогымызды енді арғарай қызып тұрған пеште 150-160 градус температурада 1 сағаттай уақытта пісіріп аламыз. Міне біздің сметанник пирогымыз дайын болды. Бізге ас болсын. Арнаға тіркеліп, лайк басып қойды ұмытпаңыздар. Осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер, өте дәмді, әдемі болып шығады.